Құрметті көрермендер, баршаңызға сәлем. Енді біз бизнес уақыты бағдарламасын ары қарай жалғастырудамыз. Бүгін біздің студиямызда осы Түркістан облысының беделді қолөнершілерінің бірі, шеберлер, отбасылық шебершілікпен айналысатын, соны кәсіп қылып, ол шебер деген негізінде творчестволық жұмыс, сол творчестволық жұмысты дұрыс бағытта кәсіп ретінде ары қарай дамытып, жастарды үйретіп жүрген бір осындай керемет бүгін Алмагүл ханым, Алмагүл Есенқұлова деген азаматшамен танысып өтеміз. Бұл кісіні енді көбілеріңіз әрине міндетті түрде танисыздар, өйткені осы нарықта жұмыс істеп жатқанына 5 жылдан асты. Бірақ сонда да бүгін бір басқаша, ерекше жағынан көрсетуге тырысамыз, өйткені сұрақтарды жан-жақты қойып, тек қана кәсіби жағынан ғана емес, творчестволық жағынан емес, жалпы адами қасиеттерін, осы өмірдегі деген өзінің көзқарастарын, өмірде деген өзінің алдына қойып жатқан мақсаттарын, талаптарын, соның барлығын сіздермен бірге бүгін көретін боламыз. Алмагүл ханым, қош келдіңіз біздің студиямызға. Қуаныштымыз өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға. Енді мынау негізінде творчествоның адамдары жалпы кәсіпке жақын емес, шынын айту керек. Өйткені кәсіп деген енді ол кәдімгі логика, ол дегеніміз стратегия, ол дегеніміз жалпы осы кәсіпті дамытып, ең басты мақсаты жақсы қаражат тауып, соның арқасында ары қарай дамып өсу. Творчествоның адамдары жалпы өзіңіз айналысып жүргенде қолөнер деген, шебершілік деген ол енді творчество жағына жақын. Өзіңіз қалай неден бастап осының барлығы өзіңіздің творчестволық әлеуетіңізді қалай қолдана біліп, дұрыс қолдана біліп, бүгінгі таңда оны кәсіпке айландыру жолында қандай әрекет жасадыңыз, не істедіңіз, неден бастадыңыз, соны айтып берсеңіз. Бәрекелді, рахмет, қош көрдік. Өте қуаныштымын. Ең біріншіден мен айтар едім, бұл қолөнер саласына ес білгелі, тай-тай басып, тілім шыққаннан бастап, анамның қасында жалау болып жүгіріп жүрген кезімнен бастап, анамның қой қырқып, ұшы қиырып, жүн сабап, кілем тоқып, киіз басып, алаша тоқып, жаңағы күнделікті өздерінің күйбең тірліктерімен айналыса жүріп, сол қолөнерді анамның қасында жүріп бойыма сіңірдім деп айта аламын. Сол өнер бүгінгі таңда менің кәсібіме айналып отыр. Менде ешқандай арнаулы білім жоқ. Сол анамның қасында, анамның сүтімен дарыған қасиет деп айта аламын. Енді бұл қолөнер әрине өзіңіз айтқандай шыдамдылықты, төзімділікті қажет ететін маман иесі деп айтар едім. Себебі қолөнерге шыдамдылық керек, төзімділік керек. Бұл енді қолөнер атадан балаға мирас болып келатқан біздің көне әжелеріміздің қолынан шыққан тамаша дүниелер. Бүгінгі таңда мен соны дамытып, кәсіпке байландырып отырмын. Иә, жаңа айтып қалдыңыз, шығармашылық жұмыспенен кәсіпті бірге алып жүру, оны кәсіпке айландыру деп қалдыңыз. Енді мен бұл саланы 20 жылдан аса уақыт өзімше дамыттым. Өзімше үйреніп, мен осыдан бір 23 жыл, 24 жылдай бұрын ауданға қолөнер шебер ретінде танылдым. Ал бірақ мына кәсіпкерлікке тіркелгенім үкіметтен 555 мың грант бар екенін естіп, Атамекен кәсіпкерлік қолдауыменен кәсіпкерлікті қолдау орталығы және де жұмыспен қамту орталығы осы үш сала маған қолдау көрсете отырып, осы 555 мың грантты қорғап шықтым. Содан бастап мен 4-5 жылға ғана енді айналды шын мәнісінде кәсіпкерлікке тіркелгеніме, кәсіпкер ретінде заңды тіркелгеніме. Енді бұл тіркелгеннен кейін де маған көп септігі тиді деп айта аламын. Себебі грант алдым, одан соң жаңағы субсидиямен жұмысшыларды қазір бүгінгі таңда 5 жұмысшыны қамтамасыз етіп отырмын. Бұл мансап орталығының арқасы әуелі құдай. Одан соң жаңа кәсіпкерлікті қолдау орталығы, Атамекен қолдау орталықтарының қолдауыменен кәсібімді дамытып жатқан жайым бар бүгінгі таңда. Сіз енді тікелей өте маңызды сұраққа жол аштыңыз қазір, өйткені ол мемлекеттік қолдау бүгінгі таңда кәсіпкерлерді қолдау мәселелері өте көп көтеріліп жатыр. Одан сіздікі енді таза кәсіпкерлік емес, жалпы бәрібір шығармашылық болғаннан кейін әрине бұл жерде де мемлекеттің тарапынан
қолдау болып жатыр, қаржылай қолдау болады, қаржылай емес қолдау болады. Сол сияқты әдемі Атамекен кәсіпкерлік палатасына айтып жатырсыз. Бұл палатаның да енді негізі құрылған мақсаты кәсіпкерлікті қолдау ғой. Оның жалпы билік пен кәсіпкерлердің ортасындағы жаңағы осындай бір қиыншылықтар туындап жатса, сол мәселелерді шешу, сол мәселелерге көмектесу деген сияқты әрине қуаныштымын. Биыл енді Атамекен кәсіпкерлер палатасы 11 жыл толады екен. Осы 11 жылда әр кәсіпкерден осындай сұхбат алып жатқан кезде шын мәнінде ризашылығын айтып жатқанын өзімізді сезіп біліп жатырмыз. Ол дегеніміз жалпы осындай палатаның, қоғамдық ұйымның құрылуы негізінде дұрыс шешім болған екенін дәлелдеп жатыр да. Енді жаңа өзіңіз айтқандай шығармашылықтан бастадым, творчестводан бастадым. 5 жыл болғалы осы кәсіпкерлікке жайлап қолдаумен, осындай қаржылай қолдаумен енді аяқ бастым деп отырсыз. Құтты болсын, әрине бұл да өте маңызды қадам. Өйткені жалпы мынау шеберлер, шығармашылықтың адамдары, осы қолөнершілердің көбісі өкінішке орай бүгінгі таңда осы өзінің жұмысын, өзінің керемет жасап жатқан осындай қолөнер бұйымдарын жалпы нарыққа қалай өткізуді, соны нарықтан қалай пайда көруді, өйткені барлығымыз енді адам баласымыз әрине. Ол тек қана шығармашылықпен жалпы күн көру деген ол бүгінгі таңда өте қиын жағдай, өйткені бәріміздің бала шағамыз бар, оларға да қолдау керек, оларды да өсіріп өндіру керек деген сияқты. Сондықтан да мынау біздің қазір Түркістан облысында жалпы қанша осы қолөнермен айналысатын адам ба, мынау отбасылық, негізі осы қолөнершілік жалпы отбасылық іс, отбасылық тіршілік деп айтсақ та болады. Өйткені білмеймін енді сол бір отбасына өзінің бала шағасы, жаңа өзіңізде айтып тұрсыз ғой, анамнан осы бойыма сіңген, кішкентай кезімнен көріп бойыма сіңген, сол маған дарып, мен де енді соны ары қарай жалғастырып жатырмын деген сияқты. Жалпы осы творчествоның адамдары енді тұқым қуалай ма, осы шығармашылық адамдары, олар жалпы өздері сондай бір-бірінен жаңағы отбасынан, ата-анасынан балаға жаңағы одан ары қарай өз балдарына, ұрпақтарына қалдыратын дүние. Сондықтан да жаңағы осы бізде облыста, енді сіздер бәрібір сол салада жүргеннен кейін біліп жүресіздер ғой, жалпы жобалап айтқанда қанша осындай қолөнершілер бар? Біраз шебер танимын ғой негізі. Соны мен де таңғалып тұр ғой, сіздер танисыздар ғой бәрібір бір-бірлеріңізді. Санын білмейді екенмін. Жоқ, санын примерно сол 50-ден астам, бірақ біраз шеберлерді танимыз, бір-бірімізбен араласамыз деп сөйтіп айтасыз ғой, бәрібір. Енді Алмагүл ханым, осы барлықтарыңыз Түркістан облысында бәрібір шығармашылық адамдар, осы шебершілер, бір-бірлеріңізді танып, енді бір-бірлеріңізден жаңағыдай біреулеріңіз үйреніп, үлгі алып, бір-бірлеріңіздің жаңағы бұйымдарыңызды қарап, мен де өстіп істесем болады екен ғой деген сияқты бір ой тудыратындай. Бәрібір адам баласы негізгі қоғамда жүретін адам ғой, өзіне ұқсайтын, өзіне бір энергетикада, бір жаңағы жолда жүретін адамдармен бәрібір таныс болады да, соны көреді, қызығушылықпен қарайды деген сияқты. Сол сияқты өзіңіз бүгін Түркістан облысында осы шеберлердің саны қанша? Сіз оларды танисыз ба, араласасыз ба? Әрине, бізде жусан кәсіпкерлік тобы бар, бүкіл Қазақстан бойынша. Қазақстан емес, ол топтың ішінде Россия, Монғолия, Қытайдан келген қандастарымыз бар, шетелден. Оның ішінде Индиядан да бізде бір апайымыз бар, кілем тоқитын. Ол жерде енді ол топта бір емес, бірнеше, ол жерде 200-ге жуық шебер бар ол чатта. Ал енді мына Түркістан облысы бойынша мен 50-ден аса шеберлерді жақсы танимын. Жақсы араласамыз, әрбір көрмеде бір-бірімізбен танысып, жаңағы заттарымызды жаңа өзіңіз айтқандай көріп, жаңа тәжірибе алмасып, біріміздің білмегенімізді бірімізге айтып, сондай болады. Және де әрбір көрмеде кездескен сайын бір емес, екі рет бір көрген біліс, екі көрген таныс деп айтады ғой. Екінші көргенде, үшінші көргенде, как-то бір өзіңнің туысқаныңды, бауырыңды көргендей жәрмеңкелерде кездесіп жатсақ, құшақтасып, қауышып жататын жайымыз бар. Енді жаңа айтып қалдыңыз, шығармашылық пен кәсіпті бірге дамытып жатқан деп. Бұл жерде енді барлығы бірдей
кәсіпкер емес, бірақ десек те сол шығармашылық жұмысты жасай отырып қолөнерін кәсіпке айландырып жатқан бірнеше ханымдарды білем. Өте жақсы. Бұл жерде мынау шығармашылыққа қатты жаңағыдай өзінің бойында сол бар қасиет болғандықтан кейбір жаңағы осы қолөнершілер бір бұйымды бірнеше жыл жасап, соған деген бүкіл жан дүниесін беріп, жаңағыны жасағаннан кейін біріншіден оның қойған бағасы өте жоғары болады, сатуға мәселен де қойған күнде де. Бірақ мен сұрақ қойған кезде, неге сіз бұндай бағаға бұл жалпы өтпейтінін білесіз ғой деген сияқты мәселе. Енді сіз пайда, табыс табуыңыз керексіз, бұл сіздің еңбегіңіз ғой деп айтқан кезде, ол кісілер жоқ, бұл менің еңбегім, әрине, сол өзімнің еңбегімді және өзімнің осы шығармашылық бойымдағы барлық талантымды мен осы дүниеге салдым, осы затқа салдым. Енді екіншіден мен дәл бұндай зат жасай алмаймын, өйткені ол эксклюзив, шығармашылық деген ол эксклюзив, ол қайталанбайды. Сондықтан да әрине мен бұны сатылса да бір жоғары бағаға сатылып кетсе екен деп өзім ойлаймын. Бірақ егер сатылмаса, мен қуанамын, өзімнің шығармашылық жұмысым өзімде қалады деген сияқты сондай бір қызғанышпен де айтқан жағдайлар бар. Сондықтан да енді сіздің бүгін алып келіп отқан мындай керемет дүниеңізді көріп отырмыз. Рахмет біздің көрермендерге де. Әрине, бұл дегенімізде мәселен де үлкен еңбек. Сіздерде мен түсінігімше, қазір қарап тұрсам заттарыңызға, сіздер қанша продукцияның қанша түрін жасайсыздар сонда? Біз енді шеберханамызда кішігірім есігіміздің алдында мен ата-ененің қолында қалған келінмін. Бұл кимешекті мен насихаттағаныма 20 жылдай уақыт, 15 жылдың үстінде болды. Осыдан бір ай, 2 ай бұрын бізде Шымкент қаласында Бақытты жанұя орталығында кестелі кимешек республикалық үлкен байқау өтті. Сол байқауда осы мен кимешегімді қорғап бас жүлдені жеңіп алдым. Олай келмейді. Керісінше келеді. Мынау енді көріп тұрмын. Бұл кимешек кестелі кимешек. Кимешектің өзінің неше түрлі қыр-сыры бар. Кимешек енді жас ерекшелігіне қарай жас келіндер біздерде қызылды, жасылды кимешек киген, аналарымыз орта жастағылар сары жақ киген, және де үлкен 70-тен 60-тан асқан апаларымыз сұр түсті, ашықтау түстен кимешек киген. Өздерінің түстері және ою өрнектері болған. Негізі кимешектің жақтамасына көбіне кестелі жаңағы өсімдік тектес кимешектер, жаңа үлгілер, өрнектер салынған. Бұл енді кимешекті мен осыдан бір 15 жыл бұрын той саласына келдім, сахнаға. Қазір бүгін таңда той саласында жүргеніме 15 жыл болды, асабалық қызмет атқарам. Тойда жаңағы бесік той, тұсаукесер, қыз ұзату дегендер жүргізем. Сол кезде мен алғаш кимешекпен шыққам. Бірақ сол кимешекпен шыққан кезімде маған көп адам тосырқап қарап, жап-жассың, неге кимешек киіп шықтың, тақия неге кимейсің, бөрік неге кимейсің деп шошып қарайтын. Бірақ мен өзімнің әжем 78 жасында қайтыс болды, мен 7-ші сынып оқығанда. Менің әжемнің бейнесі сол кимешекпен есімде қалған. Мен сондай киіпте үлкен аналар кейінгі ұрпаққа үлгі болсын деген ниет менде болды. Сонымен мен осыдан 15 жыл бұрын осы насихаттап, 20 жыл бұрын бастаған мен ешкім қабылдамады. Менен кимешекті ешкім сатып та алмады. Бірақ 15 жылдан кейін, 15 жыл бұрын мен жаңа бастаған кезімде шамал қызығушылық болды. Онда да мектептегі наурызға байланысты бір іс-шараларға ғана киетіндей мүмкіншілік туды, екінің бірі кимейтін. Ал қазіргі таңда осы 2-3 жыл деп айтайыншы, өте көп сұранысқа ие болды. Мен ойлаймын, енді өзімнің соншама жыл армандаған арманым орындалды, бір арманым және мақсатыма жеттім деп. Себебі осы кимешекті республикалық байқауда бір емес, бір 20 шақты әже қатысты. Сол әжелермен бірге мен де сол кимешегімді алып бардым. Сол жерде енді менің жаңа бағыма орай бас жүлдені қанжығама байлаған жайым бар. Енді біздің шеберханада қаншама өнім шығарады деп қалдыңыз. Біздің шеберханамызда
бұл кимешектен басқа ұлттық киімдер, яғни тұсаукесер бес тойларға арналған кішкентай бөпелердің киімдері және де ұлттық шапандар. Мен жаңағы қазіргі заманауи модный киімдер тікпейді екенмін. Тек қана көне стильде, көне жаңа тақырыпта тек қазақша қосетекті көйлектер ғана тапсырыс қабылдайды екенмін. Сондай шапандар шығарамыз. Сонымен бірге жаңағы үлкен ұлым ағаш астаулығыменен домбыра және де қазақтың қара домбырасымен сүйемелде орындайтын ортеке. Сол аспаптарды және ағаштан жасалынған бірнеше астаудан бастап ағаш кесе шығарады сияқты ошоларды шығарады. Ал екінші ұлым Гумилев атындағы университетті бітіргеннен соң Түркияға барып магистратураны оқып келді. 4 жыл магистратура ғылыми тарихты оқып жүріп, ол сол жақта жүріп жаңағы былғары өнімін үйренді. 4 жыл оқып жүріп, жаңа былғарыны өзімен бірге меңгеріп, осында біздің қазіргі таңда Қазақстанда 630 спортшы бар садақ атудан. Сол спортшыларға біз қазір 5 жылдың төңірегінде болды. Садақ оқ және де жеңсесі бар, оқшантайы бар, соның ремені бар. Яғни садақ атуға қажетті бүкіл құрал жабдықтарды біз Қазақстан бойынша қамтамасыз етіп отқан жайымыз бар. Бұл екінші ұлымның жұмысы. Яғни бізге сол Түркия еліне барып, осы таза былғарыға ою-өрнекті түсіретін қыр-сырын меңгерді. Қорамсаптың жаңағы бүкіл жаңағы кітаптан тарихи жаңағы көне стильдегі қорамсаптарды шығару, біз осы таңда осыны дамытып жатқан жайымыз бар. Яғни біздің шеберханамызда бір емес, бірнеше жаңа қолөнер саласы бар деген сөз. Яғни мен бір өзім емес, жаңа 2 ұлыммен бірге өзім бар және 5 жұмысшым бар. 2 ұлыңыздың өзінің қалауы болды ғой, иә? Бұл енді үлкен ұлым 9 жыл информатика программист саласын оқыды. Колледжін бітірді, одан университетті оқыды. Бірақ түбінде түптеп келгенде 9 жыл оқып болғаннан соң апа мен зергерлікті үйренгім келіп жүр, егер қарсы болмасаңыз деді. Біз зергерлікке шынын айтқанда ұста таппадық. Бірнеше ұсталармен сөйлесіп көріп едік, ол кісілер үйреткісі келмеді, ары қарай ол бала ізденбеді, талпынбады. Сонымен сөйтіп жүріп, өзі ізденіп жүріп, жаңа ағаштан ойып, астау шығара бастады. Ағаш тостаған, ағаш шара кесе, ағаш қасық сондай шығара бастады. Сонымен бертін келе сол ағаш астаулықты жақсы меңгеріп, бүгін таңда өзі істеп жатыр. Ал енді домбыраға келгені, домбырамен қобызы да жаңағы жетіген сол аспаптарды да шығарып өзі меңгергісі келген. Бірақ енді мына домбыраны ұстаз болмаса болмайды екен, өзімше жасап көріп, менің көңілім толмай жатыр деп Алматы қаласына барып, біздің Қазақстан бойынша бірінші бір адам бар, хас шебер атағын алған, Қазақстан бойынша Жолшы деген ағамыз бар. Сол Жолшы ағаның барып, үйіне барып, 3 ай шағытып, сол ағаның шеберханасында жаңа домбыраның қыр-сырын үйреніп келді. Сонымен бүгінгі таңда қазір сол домбыраны жақсы, өте бағалы, сапалы ғып, жаңа өзіңіз айтқандай, бір затты 1 ай бойы кейде істейтіндей мүмкіншілік болады. Ол енді берген адамның тапсырысына қарай жасайды. Енді әркім қалай несі қалауы болады. Сол жаңа домбыраның қыр-сырын зерттеп, одан соң жаңа домбыраның бетіне түсетін ою-өрнектерді де ол өзі сиырдың тұяғы дейміз ғой, пахая. Сол біз жұрттарына холодец жасайды ғой. Сондай тек сол пахайды ғана қайнатады, сол пахайдан жаңағы ерітінді дайындап, домбыраның бетіне ою-өрнек түсіреді. Өзі авторлық жұмысы. Оны әлі енді патенттеп алам деп жүрген, енді білмеймін. Мүмкіндік болса патенттеп қалатын шығар. Бұл үлкен ұлдың сол 9 жыл жаңағы информатика программист саласын қызыл дипломмен бітіріп, сол мамандықты оқып жүрді да, бәрібір де қазір заманауи мамандыққа барам десе де, бәрібір өзінің жаны, жүрегі басқа нәрсені қалады. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, ана сүтіменен ананың қасында жүрген. Яғни сол енді қарасаңыз қаннан уже тартпай қоймас негізге деп қазақ бекер айтпайды ғой. Балам айналып келгенде қолөнерге келді. Әкесі бір жылдап кейде сөйлеп қояды, сен 9 жыл сөйтіп оқығанда не болды, қайтадан сол мамандықпен жұмыс, ол мұғалім болып жасаған қалайды да енді. Соған келді. Әкесі деп қалдыңыз, енді өзіңіз жолдасыңыз мынау біріншіден шығармашылық адамдармен негізі бірге өмір сүру өте қиын. Енді оны бәрі біледі, бәрі мәлім, мойындайды, өйткені шығармашылықтың адамдары өзі бір ерекше болады ғой, енді олардың тікелей барлық жан-жақты әр нәрсеге көзқарасы бөлек болады, басқаша көріп тұрады, басқаша сезініп тұрады деген сияқты, өзінен соның барлығын өткізіп, осы өмірдегі көп жай адамдар әйтеуір бір жасап жатқан дүниеге қызықпайды. Сол сияқты өзіңіздің жолдасыңыз немен айналысады,
және сіздің осындай шығармашылық біреу емес 3 отбасында қазір ұлдарыңызбен бірге енді 3 әлде ол кісі де осы шығармашылық жолында ма? Жоқ, бұл кісі шығармашылық жолында емес, бірақ әуелі Құдай деп айтайын, сол кісінің арқасында біз 3-еуміз алаңсыз жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені біздің жаңа қысқы шеберханамыз жылыту бар, одан есіктің алдында жылқы, сиыр, малымыз бар, оның бәріне адам керек. Және де біздің жаңағы сырттан қабылдайтын тапсырысымыз бар, оны жеткізетініміз бар, поштаға салатынымыз бар, пошталарын қабылдап күтіп алатынымыз бар, индрайвер, самолет бар, жаңағы жаққа жіберетініміз. Соның бәрінде сол кісі сөздің ашығы керек. Біздің табарымызды жеткізуші, әкеп беруші, ойдағыда солай. Енді жаңағы күнделікті біреу жасау керек қой. Бұл кісінің жұмысы қазір сол болып тұр. Енді біздің жаңағы жеткізіп, бізді алып келіп, бізге жалпылама жағдайдың бәрін жасап отқан сол кісі. Ал мен жаңа 24 жыл бұрын елге танылғаным да мен әуелі Құдай жолдасының арқасы деп айтам, себебі мен ата-енем қолында тұрдым. Қара шаңырақта қалған келінмін. Атам менің 2 көз көрмейтін, көзі су қараңғы. Ал енем 2 балдақпен жүре алмайтын. 2 бөлмеде үйде тұқсатын тұғымыз. Мен сол кісілерге 22 жыл, 23 жылға жуық қарадым. Мен үйден дарбазадан шыққан келін емеспін, сөздің ашы. Сол кезде мен үйде отырғанымда ол кісінің маған қажетті жаңағы плакат бар ма, маған қажетті бояу бар ма, маған қажетті щетка бар ма, маған қажетті не керек, сол кісі базарлап маған әкеп беріп тұрады. Мен параққа жазып жіберем, ол әкеп беретін тұғым. Мен ол кезде компьютер жоқ заман кезінде телефон қанша жыл бұрын ғой, енді мен қазір ол шаңыраққа келін болып түскеніме 36 жылға жуықтады, 34 жыл, 35 жылдан асты. Сол кезде жаңағы мектептің бүкіл жаңағы көрнекі құралдары, мектептің істеген газеттері, маны жаңағы негізі мен ауылға суретші келін ретінде танылғаным. Сол сурет салам, плакатқа сурет салып берем, жазу жазып берем, жарыс болайын деп жатыр, іс-шара болайын деп жатыр. Мен соның бәрін ол кезде қолмен жасайтын. Қазіргі таңда компьютер жақсы ғой, дамып кеткен ғой. Сонда таңғы 5-ке шейін істеп отырам, майшамды жағып қойып, соның бәрін бітірем да, 1 сағат ұйықтаймын да, артынан аттыр сиырымды салып, көбімді қысып, тезегімді жауып, тезекке нан жауып жүгіріп жүре беретін. Бірақ мен ол тірліктен шаршамайтын. Себебі менің бүкіл жаңағы күйбең тірлік болғаннан кейін адамда бір ашу болып қалады, бір реніш болады, болмаса бір шаршау болады. Мен сол жаңағы сурет салу арқылы мен өзімді жаңағы жеңіл сезініп, өзімді бір керемет сезінетін. Өзіңіздің Алла тағаладан берілген. Сол әуелі Құдай деп айтайын, менің елге танылуыма осы жолдасымның көп көмегі тиді деп айта аламын. Керемет. Ата-енеңіз ше қолдады ма? Ата-енем енді түнімен отырып, ата-енеме көрсетпеймін ғой, бөлмені жауып болатын, шамды жағып қоятын тұғым, сол шаммен салатын тұғым мен суреттерді. Ана бір керемет суреттерім әрқайсы бірінен соң бір жақсы шыққан сайын соған рахаттанып отыратын, қалғып мүлгімейтін тұғым. Қазір енді ойлаймын да, жасың енді қазір 50-ден астық қой. Бірақ андай сол кездегі шіркін жастық, шіркін денсаулық не деген мен күшті болғам деп өзімді өзім кейде сөйтіп қой, әрине, бәріміз де оны сезінеміз. Енді жолдасыңызға көп рахмет. Осындай сіз сияқты азаматшаны, тұлғаны, әйел азамат болсаңыз да енді бүгін бір тұлға болып осындай Қазақстанға, Түркістанға ғана емес, жалпы осы Қазақстанға өзіңіздің қандай керемет шығармашылық жолдағы осы бұйымдарыңызды көрсетіп, енді жаңа өзіңіз бір 10 шақты жұмыскеріміз бар дедіңіз ба? Енді олардың жасы қаншада және қандай принциппен сіздер оны жаңағы бәрібір бір кәсіби енді біліктілігі болу керек, әрине, міндетті түрде. Және олардың біліктілігін жаңа өзіңіз өте дұрыс айттыңыз ғой, ұлыңыз 3 ай бойы барып, соны үйреніп, әдемі жаңағы сол бір уақытын бөліп, соған деген өзінің үйренгісі келіп, сол жерде еңбектеніп, сол жерде үйренбесе, білім деген маңызды, әрине, ол бұндай дүниені жасауды үйренбеспек. Ол дегенімізді да өте дұрыс нәрсе. Сол сияқты өзіңіз бүгінгі таңда енді орта буын деп айтсақ та бола ма, осы біздің қазақ халқының ортасында жүрсіз. Артыңыздан жастарды бүгін тәрбиелеу мәселесімен айналысып жатсыз ба? Өйткені жаңа өзіңіз 50-ден астық қой деп қалдыңыз. Өзі сондай бір уақыт келген кезде, әрине, бұл өмірде мен тек қана өзім үшін емес, өзім бала-шағам үшін ғана емес, жалпы осы дүниеге келгеннен кейін менің артымнан қалатын
өзім қандай із қалдырам, өзім қандай тірлік істеп кетем, соның ішінде білімге, оқытуға көңіл бөліп, осы артымыздан жас ұрпақтарды дұрыс тәрбиелеп кету ғой. Сондықтан да соған көңіл бөліп қазір жас мамандар бар ма сіздерде? Иә, сөзіңіз аузыңызда. Біздің шеберханамызда қазір бірнеше қыз-келіншектер жұмыс жасап жатыр. Яғни жаңа айтып өттім ғой, жұмыспен қамту Мансап орталығының арқасында, қолдауының арқасында істеп жатыр. Яғни енді бұл жерде жаңа біліктілік деп қалдыңыз, бұл жерде маған келген тігіншілерімнің бәрінің қолында қағазы болғанмен білетінен білмейтіні көп болып келді. Енді маған жұмыс қолы керек болғандықтан мен өзім үйретіп алармын деп алдым. Аллаға шүкір, қазір бір жылдан асты, 2-ші жылға шығып жатыр. Қазір маған келіп жұмыс істеп жатқан қыздарым, келіншектерім бүгінгі таңда біраз нәрсені жақсы меңгеріп қалды. Енді жаңа шәкірт тәрбиелеу, балаларға үйрету дегенді айтып қалдыңыз. Иә, менің бұл үлкен арманым. Мен қазір 2 жылдан асты осы арманымды орындай алмай жүргеніме. Мына арт спорт арқылы үйірме ашқым келді балдарға тегін. Мен алғашқысында ақылы түрде аштым. 7-8 айына 5.000 теңгеден, соңғы айында 8.000 теңгеден 7-8 ай балалармен 40 оқушыға дейін үйде, өзімнің үйімнің ішінен, өзімнің бөлмемнен кәдімгі залымды, холлымды балаларға арнап 3 ай демалыста, және де қысқы демалыс бар. Жалпылама 7-8 ай мен балалармен жұмыс жасадым. Енді ауылды жер болғандықтан, сөздің ашығы, сол 5.000 теңге, 8.000 теңге кейбір отбасыларға жаңа төлеу қиынға соқты. Сонымен жаңа тегін үйірме бар екенін естіп, мен құжат дайындап, үйімнің бәрін сол балаларға тегін үйретемін деп те жүгіріп, құжатымды өткізіп, қанша жаңа әуре сасыңға түссем де, мен ол нені одобрениені ала алмадым. Соныменен ары жүгірдім, бері жүгірдім, сонымен тегін үйірмені аша алмадым. Сонымен мен тоқтатып қойдым ол үйірмені. Қандай себеппен одобрение? Жаңа үй жағдайы сәйкес келмейді. Сол ғана болды. Енді биылғы жылы бізде Ағдала ауылында жаңадан не ашылды? Мәдениет үйі ашылды, бой көтерді. Әлі бірақ құжаты дайын болмай жатыр. Кеше тағы бір хабарласқанымда дайын болып қалды деді. Енді сол жерде маған аудан әкімі Гүлжан Құрманбекова қызының жаңа қолдауыменен бір бөлме беріп жатқан жайы бар. Енді сол жерде кәсіпкер ретінде бір бөлмені арендаға алып, ауыл балаларына кемі бір 200 оқушыға тегін үйірмені қалыптастырғанымды алдыма арман қойып, мақсат қойып қойған жасап отырмын бүгінгі таңда. Ал енді Мансап орталығының қолдауыменен Құдай қаласа осы айда бір 2 аптада көлемде деді кеше маған хабар бергені. 3 айлық тегін курс 15 қыз-келіншекті қамтуға мүмкіншілік алып отырмын. 15 қыз-келіншекті мен үйретіп, өзімнің шеберханамда жұмыс жасауға мүмкіндік туғызу жаңа мақсатында сондай бір қолдауды нетіп отырмын. Жаңаға бастағалы отырмын, бұйыртса нәсіп етсе. Енді жаңа айтып қалдыңыз, орта жастан асқаннан кейін адам бүкіл осы уақытқа, осы күнге дейін бойыңа жиған тергеннің бәрін үйреткен үлкен сауап деп санаймын. Менің жасағанымды, адам жасағанды адам жасай алатын негізінде. Тек оған төзімділікпен бір шыдамдылық, ынта болса болды. Мен енді сол мақсатта қазір таңда жұмыс жасап жатырмын. Алла нәсіп етсе, сол 3 айлық қыз-келіншектерге арналған курсымды да, жаңағы балаларға арналған бір кемі бір 200 баланы қамтығым бар, енді бұйырса нәсіп етсе. Сондай ұл қыздарға қолөнерді дамытып жаңа үйреткім бар. Енді менің осы күнге дейін көкейіме түйгенім мына нәрсе болды да. Мен жаңа айтып өттім ғой сізге, анамның қасында жанымда жауап жүгіріп жүріп, ес білгелі сол көргенімнің бәрін жаңағы мен бүгінде кәсіпке айландырып отырмын деп та. Енді қарап отырсаңыз, менің түйгенім осы күнге дейін балаға титтайынан көрсете білсең, үйрете білсең, санасына құя берсең, 100% соны меңгеріп кетпесе де, бір 10% менің бұрышында қалып қояды екен. Мен соны ойды түсінгенім сол болды. Яғни мен қазір сол кездегі менің анамның ойнап жүгіріп жүрген жерінен шақырып келіп, ол кісіге енді бәрі қолдың жұмысы болғандықтан жүнді сабасуы, төтуі, ұршықты үйіруі, кілемді тоқуы, сырмақты сыруы адам керек қой. Енді сол кезде де мені шақырып алып келіп, істегенің маған жақсы, үйренгенің саған жақсы деп біздің санамызға сіңіріп өсірген да. Мен соны мен өзім соны қолға алып балаларға, қазір байқап отырсаңыз, балалардың көбісі соткаға
ұялы телефон Иә, көп иә. үңіледі. Мен жаңа айтып қалдым ғой сізге, той саласында заманның жүрмін деп. проблемасы, Той саласына иә. барсам да, қандай бір көпшілік ортаға барсам да байқаймын, үлкен де кіші де, тіптен кішкентай балалар да қолдарында сотка болады. Өйткені бала мазасызданса, біздің жаңағы немізді мазамызды алмай тұрсын, сотка қарай тұрсын деп деген сондай. Енді білмеймін, енді өз басым жаңа сол ұялы телефонға телміріп өскенді баланы қаламайды екен. Бұл мақсатта мен аудан әкіміне кірмекші де болдым. Мына біздің Арыста қазір жаңадан ашылған мешіт бар, бер жағында қаншама жері бар. Ол жердің бәріне жер комитетіне кірдім. Ол жерде балабақша жоқ екен. Мен сол жерден сөздің ашығы, менің қазіргі жаңа үйірмеден кейінгі арманым бір үлкен балабақша ашқым бар. Балабақша, яғни балабақшадан бастап балаларға бос уақытында жаңа сурет салғыздырып, қолөнерге мүмкіндігінше толыққанды бір қазақи балабақша ашу қазір мен ең үлкен арманым болып тұр. Керемет. Бұл армандарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Өйткені біздің осы қазақ ұлтында өзіңіз сияқты салт дәстүрлерімізді, осы өзіміздің мәдениетімізді мұра ретінде сақтап қалып, осы біздің болашақ ұрпақтарымызға дұрыс жеткізу, соны тәрбиелеу дегенде әркімнің қолынан келе бермейді. Бүгінгі енді заманда әрине әрқайсысы кішкене материалды жағын ойлап, сол жаққа көбінесе бет бұрып сөйтіп жатыр. Сондықтан мен бүгін өте қуаныштымын. Сіз сияқты осындай керемет қазақтың азаматшасы, осындай келіншегі, жап-жас, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, енді 50-ден асты деп айтпаймыз, сондай әдемі, керемет. Бүгін мынау қандай үстіңізге киіп келген көйлегіңіз, өзіңіздің мына салт дәстүрмен әдемі болып келіп отырсыз. Енді бұның барлығы байқап тұрмын өзіңіздің қолыңыздан шығарған бұйымдарыңыз, өзіңіздің жаңа тіккен көйлектеріңіз. Енді бұл туралы мынау өзіңізге өзіңіз анау әр адамның бір ерекше вкусы болады ғой, бұл жерде әрине жаңағы сіздің қолыңыздан шығарған осы бұйымдарыңыз, заттарыңыз, продукцияңызда өніміңіз халыққа неліктен ұнайды деп ойлайсыз? Қандай өзінің ерекшеліктерімен? Өйткені әр адам енді біреуге мынандай түсі ұнайды, біреуге мынандай ұнайды, жаңағы өзі фасон мынандай кигісі келеді, былай кигісі келеді деген сияқты. Әр адам енді бірдей емес қой, осы дүниеде 8 миллиардтан астам адам болса, әрқайсысы ерекше, бір-бірін қайталамайтын негізі бір адам жоқ, қайталайтын бір адам жоқ. Ол біздің алдымызда болған адамдарда, біз бармыз, артымыздан болатын адамдарда Алла Тағала солай жаратқан, ешкімге ешқашан қайталамайды. Дәл сол адам боламайды. Сондықтан да не үшін, неліктен халықтың көңілінен шығып жатырмын деп ойлайсыз? Қандай ерекшелігіңіз бар? Бұл жерде енді ерекшелік деп айтатын болсам, ұлттық ою-өрнек, ұлттық құндылық біздің әрбір бұйымымызда кездеседі деп айта аламын, біріншіден. Екіншіден, жаңа өзіңіз айтқандай, бұл әрбір бұйымды жасаған кезде соған бар ынта жігеріңді, ықыласыңды, бүкіл жаңа уақытыңды, жаңа жан дүниеңді сол жасап жатқан жұмысың, көңіл күйің бәрі сол жұмыста ғана болады да, яғни ол жұмыс махаббатпен дайындалады. Мен ойлаймын, енді махаббатпен жасалынған дүние ол өзгеге де әдемі шығады, және өзгеге де ұнайды деп айталамын. Өйткені әр заттың өзінің энергетикасы бар. Мынау махаббатпен жасалғаннан кейін бәрібір білініп тұрады. Жаңа өзіңіз айтқандай, бүкіл жан дүниеңді, ойыңды басқа жаққа бұрмай, көңіл күйіңнің бәрін соған аударып, әрбір жасаған бұйыңызға жаңағы аударасыз, сол кезде бұйым, мен өзім ойлаймын, сапалы шығады деп. Сапалы жағынан да, және ұлттық құндылық ою-өрнегіміз бар жағынан да ерекшеленеді деп ойлаймын. Енді біз былтыр осы Түркістан облысында бір ауыл бір өнім үздік байқауына қатыстық, 60-қа жуық іскер әйелдер қатысты. Соның ішінен финалға шықтық. Финалдан 3 үздік атанып шыққан жайымыз бар. Бүгінгі таңда бір ауыл бір үздігі атандық, Аллаға шүкір деп айтайын. Ауданнан үздік қолөнер шеберін алдым. Бүгінгі таңда енді жаңа осы алған марапатым, осы алған жетістігімнің арқасында осы облысқа танымал болып жатырмын. Аллаға шүкір деп айтам. Енді осы өнерге жаңағы мен жеттім, болдым, толдым емес, әрмен қарай мен енді шәкірт тәрбиелеу ең мақсатым, алға қойған. Бүгінгі таңда енді жалпы былай жобалап айтқанда тұтынушыларыңыздың саны қанша? Енді осы сіздің өніміңізді сатып алып, соны пайдаланып деген сияқты
тұтынушыларымыздың саны деп айтатын болсақ, мен жаңағы сөз барысында айтып өттім, Қазақстан бойынша 630 спортшы заңды тіркелген. Біздің Қазақстан бойынша сол бүкіл спортшыларға қажетті жеңсе, қорамсап, белдік, садағы бар, оғы бар, соларды 5 жылдан бері біз қамтамасыз етіп келе жатырмыз. Садақшылардан бөлек біз енді әрине мына кимешек саласына келетін болсам, әсіресе менің ең өтімді тауарым деп айта аламын. Себебі қазіргі таңда өзіңіз білесіз, әрбір ауданда әжелерден құралған біздің әдемі керемет аналарымыздан жаңағы топтар бар. Әрбір өңірде, мысалға біздің бір аудан, Арыс ауданының өзінде Монтайтас, Шағыр, жаңағы ауыл Жермене, Ағдала сияқты әрбір ауданнан, ауылдан шыққан әжелердің топтары бар. Әр әже кемі, әр ауылдағы топтық әже кемі 8, 9, 10 әжеден құралған. Енді сол Арыс ауданы бойынша жинақталғанда, енді әжелердің санын айтпай-ақ қояйын, бірнеше мысалға біздің әжелеріміз кимешекке тапсырыс беріп жатыр. Ол мені өте қуантады. Сонымен бірге қазіргі таңда Атар қаласынан, Алматы қаласынан жақсы тапсырыстар қабылдап жатырмыз. Және Сарыағаш өңірінен, және Қазығұрт ауданынан, Аллаға шүкір, клиентіміз бізге тапсырыс беріп жатқан. Деңгейден шығып, Түркістан облыс деңгейден шығып, Қазақстанға жалпы өзіңіздің өніміңізді осылай өткізіп жатқаныңызға, беріп жатқаныңызға қуаныштымыз. Өйткені бұл дегеніміз енді болашақта бәлкім өзіңізге бір жақсы жоспар қойып, шетелге де шығуды армандайтын шығарсыз. Бұйыртса, нәсіп етсе, Құдай қаласа. Жаңа енді әжелердің мәселесі негізінде өте қызық. Әрқайсысы өзіне бір ерекше кимешек, осындай маған осындай гүл салып бер, осы жерге әдемілеп мынандай түспен деп сөйтіп өздері бір индивидуалды түрде заказ бере ма? Әлде жалпы осы бар бұйымнан, бар кимешектен сатып алады? Жоқ, әрқайсысы өз қалауына қарай, жас ерекшеліктеріне қарай беріледі. Себебі жаңа айтып өттім ғой, жас келіндер, жас аналар қызылды, жасылды, анық-қанық оюларға түскен, өрнекпен киген. Ал орта жастағылар сарыжақ кимешек киген, ал жаңағы 60-тан 70-тен асқан әжелер сұржақ, яғни ақшыл түсті өрнектерден түскен кимешек киген. Және де бұл кимешектің жаңағы орамында біздің әжелеріміз 25 метрді матаны ораған. Ол дегеніңіз қайғыда, қуанышта, екі жағдайда жаңағы кез келген көшіп қонып жүрген кездерде, бала әйел босанып қалған кезде сол жаулықтан алып 25 метр жаулықтан шешіп алып бала орап алған, оқыс жағдай болып кәрі құрттан шал кемпірлер қайтыс болған кезде оны кебін етіп оранған. Солындай бір көшіп қонып жүрген кезде біздің әжелеріміздің даналығы сол 25 метр матаны басына сәлде етіп орап алған. Енді қазіргі заманға сай енді ондай мата орамайды, бірақ десек те сол көне әжелердің жаңағы кітапты ақтарып жүріп, мен осындай кимешектің оңай үлгісін өзім ойлап таптым. Бұл әжелердің көңілінен өте шығып жатыр қазіргі таңда. Жеңіл әрі жаңағы бұрынғы әжелердің киген кимешегіне қатты ұқсайды. Және де бұл кимешектің тағы бір ерекшелігі, мына екі жақтамасында бүрме болады. Мысалға, сіздің үйіңізге бір үлкен ана қыдырып келіп қалған жағдайда мына бүрмесіне қарайды екен. Бұл бүрмеде мысалға мына жақта бір 3-4 бүрме, мына яғында бір 5-6 бүрме қайырылған болса, яғни бұл кісінің ұлы да бар, қызы да бар, ұрпағы бар деген сөз. Ал енді мына өңірде ешқандай бүрме болмаса, яғни бұл кісіде бала жоқ деген сөз. Сол бүрмесіне қарап, мал жан аман ба, бала шағаларыңыз қалай деп сұрайды екен. Ал бүрмесі жоқ болса, басқа жағдайын сұрайды екен. Көңіліне тиіп қалмау үшін, одан танымайтын адам үйге кіріп келген жағдайда, бұл кимешектің сондай әжелердің, жаңағы біздің әжелеріміздің жаңа сіз енді дұрыс негізі бұны да кию дегенде бұл да бір өнер ғой. Әрқайсы енді бұны дұрыс киюді әсіресе қазір жастарда білмейтін шығар. Білмейді, көбісі білмейді. Шыны керек, жастар тұрмақ біздің өзімізде. Әлі сон мынаны маған қалай дұрыстап кисем болады? Кигізіп көрсетейік, кішкене кішігірім мастер-класс өткізіп. Мынау біз қай жасқа арналған? Бұл орта жастар. Орта жас сонда қанша жастан? 50 жастан жоғары қарай. Мен 47-мін. 47 болады сізге. Бұл кимешек киюге болады. Қалай киеміз? Осы кимешек кәдімгідей бұлғанып қалмасын. Жоқ, ешқандай. Бісміллә.
менің негізінде алғашқы рет киіп отқаным. Бісміллахтай. Әже болуға Аллам сізге нәсіп етсін деп айтайықшы. Біздің эфирде әже қазір мен негізінде немерем бар. Бәрекелді. Немерем бар. Аллаға шүкір. Енді мына кимешек. Бұл енді заман талабына сай қазіргі көпшіліктің сұранысына байланысты жасалынған кимешектің түрі бұл. Негізінен әжелеріміз мына кимешекті киген кезде мына омырау тұсын жауып тұратын, және мына арқасындағы шылаушы дейміз ғой, бұл шылауыш бөксені жауып тұратын болған. Бұл енді қазір заман талабына сай әжелердің сұранысыменен қазір тігіліп жатқан кимешек. Және де мына орамасының басындағысы да бұл таза хыбыдан, және де қазір заманға сай оңай жуылатын, оңай келетін, оңай түрін жаңа жасаған жайым бар. Мына жерде енді бау тұр, бұл бау яғни 58-ші размер, 57-ші размер, 60-ші размерге дейін, яғни размер таңдамайды, өзінің жаңағы бастың өлшеміне қарай мынайдан тарылдып байлап қоя беретініміз. Бұл деген енді инновациялық өзіңіздің шығармаңыз. Мен өзімнің ойымнан бір өзімше бір маған ұнаған кимешектің, мына басыңызға әдемі келіп тұра келгеннен соң мына жағын әдемілеп бүйтіп қысып байлап қоямыз. Ал енді бұл кимешекті тағы да былай түсіріп киюге де болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай, қалай ыңғайлайсыз, өзіңізге қалай жарасымды, солай етіп қоясыз да мына жағын байлап қоямыз. Енді бұл кимешектің мына арқасында суағар дегені бар. Бұл суағар мынау көйлектің етегіне дейін түсетін болған біздің әжелерімізде. Енді суағарды бүгінгі таңда көпшілігі кейбір сахналық жаңағы неге болмаса күнделікті кигенге суағарды байлағанды құптап жатқан жоқ. Өйткені бұл ары бері жүргенге де ыңғайлы болсын деген ниетпен. Бірақ шынымды айтсам сізге жарасып қалды. Өте жақсы. Ал құрметті көрермендер, көрдіңіздер ме? Біздің қазақтың осындай дәстүрлі киімдері негізінде қазақ қыздарының, қазақ қыз келіншектерінің, апа әжелерінің барлығына жарасады. Өйткені біздің бойымызда, генетикамызда бар дүние. Сондықтан да міне осындай кимешектерді киіп жүрсеңіздер болады. Өзіміздің салт дәстүрімізді сыйлайық, сондықтан құрметтейік. Өзімізді өзіміз сыйлап, өзімізді өзіміз құрметтемесек кім жасайды оны? Дұрыс айтасыз. Сол. Көп рахмет. Мынау күшті болды, керемет болды. Енді мен сіздің мынау неңізді пайдаланып, осындай бүгін алғашқы рет кимешек киген күнім болды. Болды, әдемі жүрсін. Шашымыз құртылмады. Енді эфирде бүгін свободный формат болғандықтан, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Әйтеуір барлығын сіздерге көрсетіп, үйретіп, түсіндіріп кетейік деген оймен жасалып жатқан бағдарлама. Сондықтан да көп рахмет. Бүгін міне көп нәрсені біліп жатырмыз. Мәселен, жаңа өзіңіз жас ұрпақтарды ары қарай өзім шәкірттерімді үйретуім керек деген негізі өзіңіздің өмірлік миссияңыз ол. Өйткені жаратушы сіздің бойыңызға шын мәнінде әдемілікті де, мынау ерекше бір әйел азаматтың бойына тән бір нәзіктілік бар. Одан қала берсе, мынау сөйлеу қабілетіңіз өте жарасымды. Мынау сөз байлығыңыз да өте керемет. Бәрібір осы жасқа дейін өзіңізді өзіңіз дамытып, өзіңізбен өзіңіз жай отыра бермей, жаңағы өзі адам баласы біріншіден жұмыс істеу керек. Сондықтан да осындай жақсы дәрежеге бүгін жетіп отқаныңызда өзіңіздің алға қойған мақсаттарыңызға сай, өзіңіздің алға қойған талаптарыңызға сай. Сондықтан да әрине әр адам ең бірінші өзіне өзі талап қоя білу керек. Сол талапқа, арманға шыдамдылықпен, еңбекқорлықпен, күнделікті жерге отырғызылған кішкентай жаңағы семечка дейді ғой, дән деген ол әшейінен бір күннің ішінде үлкен талға айналып кетпейді. Ол деген үлкен күнделікті жасалатын тірліктің, еңбектің арқасында болады. Сондықтан мен өте қуаныштымын бүгін сізді біздің студиямызда. Енді бір сұрақ бар. Мәселен, мынау кәсіпкер дейсіз ғой, кәсіпкер деп жатырмыз ғой, кәсіпкерліктің жолында кәсіпкерлік неше түрлі, әр осы экономикада бар салада кәсіпкерлік бар, міндетті түрде. Сол кәсіпкерлікке жақын адамдар бар. Әрине, әр кәсіптің жаңағы бағытында бір өзінің адам баласының бойындағы бір ерекшеліктер болады. Сол жасаған тірлігін, сол кәсібін міндетті түрде жақсы көріп тұру керек, сүйіп тұру керек. Өйткені әйтпесе ол жұмыс жүрмейді. Бәрібір жүрмейді. Қанша не алса болмайды. Сонда
өзімен қатар бір командада жұмыс істеп, сол тірлікпен айналысып жүрген жұмыскерлері де сол жұмысын жақсы көріп, сүйіп тұру керек, сөйтіп жасау керек, сонда тірлік болады. Дұрыс айтасыз. Бірақ мына шығармашылық жағынан, енді басқа кәсіп болғанда да енді ол түсінікті, иә? Шығармашылық жағы дегеніміз ол мүлдем бір ерекше сала ғой. Бұл жерде талант, мынау жаңа өзіңіз айтқандай, әрине кішкентай кезінен ата-анасының тәрбиесі де өте маңызды, тұқым қуалау деген де өте маңызды, иә? Ол деген өзі бойында, генетикасында сондай нәрсе болып тұру керек. Ол дегеніміз жаратушыдан берілген бір талант, бойында өзінің сондай қасиеті болу керек. Сізге мәселен адам жаңағы тәрбиелеу, қазір петличкамыз түсіп жатыр ма? Сізге мәселен жұмыскерді табу біріншіден өте негізінде қиынға соғады деп ойлаймын. Өйткені ол оңай емес. Бұл кәдімгі енді кірпіш шығаратын адамдар ренжімес, негізінен бұл кірпіш шығару емес, бұл дегеніміз өте творчестволық, шығармашылық бұйым ғой. Сондықтан да осы жағын сіздер қалай бұл мәселені шешіп жатсыздар? Қанша жылдан бері жұмыскерлеріңіз сіздермен жұмыс істеп келе жатыр? Әлде 1-2 жыл жұмыс істеп кетіп қалып сондай ма? Сол жағынан, кадр жағынан проблема туындап жатыр ма бүгінгі таңда? Негізінде мына кәсіпкерліктің осы біздің мемлекеттің, жалпы біздікі емес, осы әлемдегі барлық мемлекеттерде қандай салалар бар, сол салалардың барлығында кәсіпкерлік бар. Енді ол міндетті түрде, өйткені сервис көрсету, товар шығару, продукция жаңағы шығару деген барлығы осы кәсіпкерлердің қолында. Сондықтан да әрине кадр мәселесі ол өте маңызды мәселе, өйткені біз барлық жасаған жаңағы өзіміздің тірлігімізді, жұмысымызды жалғыз өзіміз жасай алмаймыз. Қасымызға көмекшілер керек, жұмысшылар керек деген сияқты. Және басқа салада енді ол түсінікті. Енді кадр мәселесі тапшылығы әрине барлық салада бар, бірақ сіздің салаңыз ерекше ғой. Бұл дегеніміз шығармашылық, бұл дегеніміз творчество. Ол творчествомен әр адам айналысам десе айналыса беретін еді, оған деген бойында жаратушыдан берілген бір қасиет болу керек, қабілет болу керек, талант болу керек, иә. Менің негізі өзімнің үлкен қызым осы Академия Жургеневаны енді суретші мамандығын алып бітірген. Енді мен білем да, творчествоның адамдары олар жалпы ерекше болады. Өйткені ол бір күндер болған, түнгі 4-те, мына қыз неге ұйықтамады, неге әлі жатпаған деп бөлмесіне кірсең, кәдімгідей жаңағы холста нені ұстап алып, сөйтіп сурет салып жатқан кезде адам кірді деген мәселені байқамайды. Анау жаңағы процеске соншалықты беріліп кеткені, жан жағында айналасында не болып жатқан мүлдем байқамайды. Қасына жақындап келсем айтып жатқан жаңа сөздеріңді естімейді, қасына жақындап келіп жатқаныңды білмейді. Және де жаңағы суретті салып жатқан кезде мүлдем көзі жабық болған жағдайларда болған. Көзін жауып тұрып жаңағы суретті салған кездерде болған. Сондықтан да енді әрине мен шығармашылық творчествоның адамдарын білемді. Өз ішімнен туған балам сондай болып тұрған кезде қызым әрине енді ол ерекше. Сондықтан да сіз кадр мәселесін қалай шешіп жатсыз, қалай таңдайсыз, қалай түсінесіз, қанша уақытта, 1 айда ма, 2 айда ма, жарты жыл, 1 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін ба, қалай сіз ол кадр мәселесін шешіп жатсыз? Бұл жерде бұл шығармашылық жұмыс талапты, төзімділікті, шыдамдылықты талап етеді. Қазір таңда менде істеп жатқан қыздарым біреу ғана декретке шықты, біреу жаңа денсаулығына байланысты ғана жұмыстан шықты, ал басқа жұмысшылардың бәрі менде тұрақты жұмыс жасап жатқан жайы бар. Енді олардың бәрі, жаңа мен өзіңізге айтып өттім басында, дипломдары болғанмен көп нәрсені білмейтін болып келді деп. Енді менің өзімнің бар білгенімді, көкейіме түйгенімді оларға бар шын ықыласымды сала отырып, бүгінгі таңда үйретіп те жатырмын. Сол үйренгендерін олар өздері істеп те жатыр. Қазіргі таңда сол жұмысшыларымның алды 1 жылдан асты, 2-ші жылға кетіп жатыр. Аллаға шүкір, әзір менен кететін ойы жоқ. Қайта әлі де сол өзін дамытқысы бар, әлі де жаңағы мен шыққан биікке оның да шыққысы бар, оны сезем. Бұл енді кадр таңдау жағы әрине оңай емес.
қазіргі таңда мен жаңа өзіңізге айтып өттім сөз барысында 3 айлық курсты маған ол мансап орталығы ұсынып отыр деп аудан бойынша маған. Яғни мен қайта барам, жұмысшы саны керек маған, жұмыс қолы керек. Өйткені біздің жұмысымыздың бәрі 100% қол жұмысы, ручной работа. Деп сол үшін де олар маған жаңа көмектескен болып, сол жаңа үйірмені қарастырып беріп жатқан жайы бар. Алдағы уақытта Құдай қаласа сол 3 айлық курсымда сол 15 қыз-келіншекті 3 айдың ішінде үйретіп, сосын кейін әрмен қарай өзімде тұрақты жұмысқа қалдырам деген ниеттемін. Бұйыртса, енді Құдай қаласа сол 3 ай үйірмеде толық үйреніп кете алмаса, әрмен қарай тағы да менде жұмыс жасап жататын болса, әрмен қарай тағы да үйретем деген ойдамын. Мен жаңа тағы да қайталап өтем, бұл қолөнер шыдамдылықты, төзімділікті, адалдықты талап ететін өнер. Мен жұмысшыларыма келген кезде келісім шартпен аламын. Яғни екеуі ара келісіп отырып договормен аламын. Бұл жерде ол сол келісім шартты оқып шығады, көңілінен шығып жатса келісем деп қол қояды, келіспеймін десе өз еркі өзінде. Сол мақсатты енді мен алға қойып, Құдай қаласа енді бастағалы жатқан жайым бар. Енді қазір таңда мен жаңа айтып өттім, 5 жұмысшы менде қазір жұмыс жасап жатыр. 2-еуі ғана жұмыстан қалған, 3-еуі қазір жұмыс істеп жатыр. Өте жақсы. Енді сол өзіңіздің критерийларыңызға сай келмей қалғандары болды ма осы 5 жылдың ішінде? Ондай болмады. Бірақ келгеннің бәрі сол қызығушылықпен, өзінің жаңағы тігіншілік маманын бітіріп келген, қолында дипломы бар қыз-келіншектер келді маған. Оның ішінде ол өздерінің мамандығын сүйетін, өз мамандығын ұнататын қыз-келіншектер болып келді. Бірақтан бір байқағаным, 3 жыл 10 ай оқысын колледжде. Мейлі универде 4 жыл оқысын, бір байқағаным маған келген мамандардың ешқайсысы пішу білмей келді. Сонша жыл оқып, қалай неге пішуді үйретпейді екен? Менде бір сондай сұрақ тұр. Бұл мәселе жөнінен мен аудандық колледжге, 17-ші колледжге бардым. Сол жерден практиканттар сұрады, маған практиканттар беріңізші, келсінші, мен үйретейінші, маған жұмыс қолы керек болып жатыр деп. Бірақ бір өкініштісі, сол жерде оқып жатқан қыздардың көпшілігі, апай практикаға қол қойып бере саласыз ба? Мен официант болып жұмыс жасай салсам болады ма? Мен кафеге барып. Олар енді менің түсінігімде ол мамандықты сүйіп оқитын қыздар бар, оны ұнатпайтын қыздар бар. Өйткені ол мүмкін ата-анасының қалауымен барған шығар деген мен сондай бір ой түйдім да. Ол жерде оқығаннан соң көпшілігі толыққанды жаңағы мұғалімдердің, олар тек қана жаңағы теория жүзінде ғана үйретеміз деді. Практика жүзінде бізге мүмкіншілік жоқ деді. Сондықтан үйретем дейтін болсаңыз, жаңағы пішуді де теория жүзінде үйренген, тек теория, практикада жоқ. Ал негізі бұл қолөнері болсын, тігін саласы болсын, ол практикамен келетін нәрсе. Практика жүзінде ғана адам бойына сіңіре алады негізінде. Сол жағынан мен кішкене диплом бар қыздарға көңілім толмаған рас. Бірақтан маған келгеннен кейін, жұмыс істеймін деп ниет қылып келгеннен кейін үйретіп жатырмыз, істеп те жатыр, Аллаға шүкір. Өте дұрыс, жақсы. Енді мынау мемлекеттің тарапынан қолдау деп жатыр қой, әрине міндетті түрде бұл шығармашылық, қолөнер деген мемлекеттік тарапынан қолдау болу керек. Енді осы Түркістан қаласында негізінде шеберлер орталығы негізінде ашылған болатын, бір уақыттарда, осыдан бір 3-4 жылы бұрын ба. Сіз сол шеберлер орталығында жаңағыдай жұмыс істеп, не болмаса сол жерге жаңағыдай бір әрекет жасап, сондай бір жұмыс болды ма сізде? Біз енді шеберлер орталығында жаңа топта, чатта бармыз, қолөнер шеберлердің арасында отырмыз. Бірақтан да біздер енді бұл Түркістанға әлі келіп, бір мастер-класс өткізіп, болмаса бір орынға бір заттарымызды қойып сатқан емес. Біз тек қана көрмелерге ғана келеді екенбіз. Облыстық көрмелер болған кездерге бізге шақыру келеді. Сол шақыруменен Атамекен кәсіпкерлік палаталары бізді алып келеді мұнда. Сол кезде көрмелерге шығамыз енді. Бірақ енді алдағы уақытта біздің қыркүйек айында әлем бойынша көшпенділер ойыны деген біздің Түркістан қаласында Алла қаласа қыркүйек айында өткелі жатыр. Сол енді сол ойынға біздің заттарымыздың бәрі сәйкес келіп тұр. Біз былтыр 5 миллиондық грантқа қатыстық. Қазақстан бойынша Қазақстанда жоқ өнім, кебіс өнімін қорғап шықтық.
содан біз 4 миллион грант алдық. Сол грантпен аяқ киімнің бүкіл жаңағы станоктарын бәрін әкеліп алғашқы аяқ киімдерді шығарып та үлгердік. Енді біздің қазіргі садақ атуға қатысты бүкіл құрал жабдықтарымыз бар, және спортшылар киетін бізде аяқ киім де бар. Енді сол көшпенділер ойынына бізге бір жаңағы орын керек. Сол орынды біз әлі ала алмай жатырмыз. Осы мәселе жөнінде біз Аслан мырзаға да шықтық, бірақ тұшымды жауап ала алмай отырмыз. Ал біздің жаңа батыстан келетін, шығыстан келетін шеберлеріміз ол уже орындарын алып брондап қойыпты. Біз енді солдан біз қалып қоймауға тырысып, әрекет жасап, жан-жаққа шығып жатырмыз енді. Өйткені біздің заттарымыздың бәрі сол көшпенділер ойына сәйкес келіп тұр да. Сәйкес келіп тұр, енді соған шығарсақ деген ниеттеміз. Ол жерде ол конкурс арқылы, тендер арқылы өтпейді. Ондай емес екен, тек қана бұл жерде жаңа өзіңіз айтқандай шеберлер одағының қауымдастығының төрағалары шешеді екен бұл мәселені. Кім, бірақ бұл жерде кез келген қолөнер шеберлері қатыспайды. Сол тақырыпқа байланысты көшпенділер ойынына жаңағы келетін, сәйкес келетін қолөнершілерді ғана орын беріп, жаңа сауда саттығын жасауға, көрмелерін шығаруға мүмкіндік туған екен. Ассоциациясы болу керек па? Қоғамдық ұйымы осы Түркістанда екеу емес па? Одан көп па? Одан аз ба? Жоқ, ол жағын білмедім. Ол жағын білмедім. Енді біз Атамекен кәсіпкерлік палатасының басшысына шықтық, одан соң жаңағы аудандық басшыларға шықтық, одан соң кеше жаңағы Астанаға шықты. Мен бір ауыл бір өнім үздігі ретінде Астана қаласына да көмек сұрадым. Маған осындай бір орынды брондап беріңіздер, біздің заттарымыз шығарылуда, біз оға дейін заттарымыз тағы да көбейтеміз. Ол бір-ақ күндік ойын болмайды, ол көшпенділер ойыны бірнеше күнге созылатын, әлем бойынша келетін сондай бір үлкен ауқымды іс-шара болғандықтан біз заттарымызды шығарып, біз сол бір орынды алсақ деген жаңағы соны әрекетке қазір осы таңда нетіп жатырмыз, енді жүгіріп жатырмыз, анда-мында шығып жатырмыз. Енді бұйырса алып қалатын шығармыз, сол орында көшпенділер ойында жаңағы заттарымызды көрмеге шығарып сататын шығармыз деген ойдамыз негізінде. Түркістан қаласында қыркүйек айында өтеді. Енді Түркістандан ең үздік шеберлердің бірі сіздер болсаңыздар, әрине ол міндетті түрде сіздер болуларыңыз керексіздер ол жерде. Енді жалпы бүгінгі таңда мына ресми хаттармен жұмыс істеу, ресми сондай жаңағыдай запрос жасау, заявка жасау деген мәселелерін жалпы соны өзіңізде жүргізіп отыратын жұмыскер бар ма? Қағаздармен жақсы жұмыс істейді. Жоқ, ондай жұмысшым әзірге жоқ. Енді сіз қазір өсе келе, жаңағыдай өзіңіздің кәсібіңіз дамыған сайын, өскен сайын міндетті түрде әрине ондай бір жұмыскер болу керек. Мемлекеттік порталмен жұмыс істей алады. Бұйырса, Құдай қаласа. Соған кішкене бір сатыға көтеріліп кеткен жағдайымыз бар. Иә, сол болып тұр ғой. Ол дегеніміз қазір осы әңгіменің өзінің көтерілуінің өзі сіздер енді сол дәрежеге, сол сатыға жетті деген сөз. Әрине оның барлығы білікті мамандардың арқасында жасалатын дүние. Сондықтан да қазір ондай жаңағыдай мемлекет тарапына жасалып жатқан іс-шараларға қатысудың барлығы жалпы қағаз жүзінде рәсімделеді. Міндетті түрде оны өйткені мүмкін емес, рәсімделмеу мүмкін емес, өйткені оның барлығы мемлекеттің тарапынан республикалық бюджеттен не болмаса облыстық бюджеттен бөлініп жатқан қаражат жүрген жердің барлығы ресми түрде қағаз жүзінде рәсімделеді. Сондықтан да сондай заявкаңызды тастап алдағы уақытта Құдай қаласа оны қолға аламыз деген ниеттеміз. Сіздің енді аяқ киіміңізді негізінде ұстап отырмын бағанадан бері қарап, качествосын былай да ұстаймын, тігісін қараймын. Жалпы аяқ киім тігу негізінде оңай тірлік емес. Дұрыс айтасыз. Мына даже басқа бұйымдарға қарағанда, енді әрине бұл жерде мәселен садақ салатын сөмкені болмасын, енді қолға киетін бұл дегеніміз, мына шнурлардың арқасында әртүрлі размерлерге өзі келе береді. Сондықтан да бұны енді бір универсальный товар деп айтсақ та болады, универсальный бұйым деп. Ал аяқ киім оның жұмысы көп, өйткені ерекшелігі көп. Әр адамның өзінің аяғының біріншіден жаңағы размерінен бастап, одан қала берсе мынау арық толықтығына байланысты, мына сүйектің жаңағы өзінің құрылысына байланысты, саусақтарының құрылысына байланысты, кейбіреулердің жаңағы саусақтары ұзын болады, кіші болады деген сияқты. Негізінде
аяқ киім тіку деген ол өте кәдімгі үлкен жұмыс, оны әрбір мықты өндіріспен айналысып жүрген комбинаттар, фабрикалардың өздері бір ары кетсе сол ер азаматтардың аяқ киімінен бір 5 түрінен тігеді да, әйел азаматтардың аяқ киімінен сол бір 5 түрін тігеді. Не болмаса тек қана мужской жаңағыдай ер азаматтар ілем, не болмаса тек қана әйел азаматтардікін колодкасын, несін стандартный шаблонмен сөйтіп шығарып атады размерлермен. Сіздер қалай бұған келдіңіздер? Және бүгінгі таңда бұны қалай іс жүзіне мынаны шығарып өздеріңіз? Мұнаның бәрі сонда қолмен тігілген ба? Қолмен істелген. Бұл оборудование емес, жоқ. Мына астыңғы терісінің өзін қолмен қиғамыз, мынаусында қолмен тігілген, мынаусы да қолмен ойылған. Аппарат емес, лазер емес, станок емес, бұл да қолмен ойылған. Тіпті мына ішіндегі өздеріңіз көріп тұрғандай, мына табанындағы ешкі терісі. Ешкі терісін де сол ішіне қолмен қиып отырып, қолмен өзіміз кәдімгідей жаңағы бізбенен өзінің арнайы жібіменен тігіп шыққан жайымыз бар. Мына тұрған тігістердің бәрі солай қолмен кеткен тігіс. Енді біз осы кебіс мәселесін балам Түркия елінен үйренді. Түркия елінен барып үйренді, өзіне қатты қонымды, өзіне қатты ұнаған бір қолөнердің түрі болды да, мен осы өнерді үйренемін апа, мен осы өнерді осы жаққа шығарғым келеді деді. Бұл кебіс біздің Қазақстанда жоқ өнім. Біздің Қазақстанда жоқ бұл Түркия елінен шығарылатын өнімді сояқтан үйреніп, бүгінгі таңда бұл жаңа айтып өттім, 5 миллиондық грантқа қатысып, осы кебіс өніміміз біз қорғап шықтық. Біз қазіргі таңда бұл қазіргі біздің қолымызға ұстап отырғанымыз қыз-келіншектерге арналған аяқ киім. Ал бізде енді 37-ші размер, 38-ші размер. Ал бұл енді біздің қазіргі шығарып жатқан жаңағы аяқ киімдеріміз, кебістеріміз ерлер аяқ киімі. Яғни жаңа мен айтып өттім, біздің жаңа садақ атуға қатысты жаңағы спортшыларға киетін аяқ киім. Яғни бұл ерекшелігі бұның таза былғарыдан тігілгендіктен іші терлемейді. Жаздың күні жаңағы киген кезде кез келген аяқ киіммен кроссовка болмаса басқа да қазіргі заман талабына шығарып жатқан аяқ киімдерге қарағанда ерекшелігі терлетпейді бұны. Сол аяққа кигенде өте жайлы болады. Байқасаңыз, бұда өкше жоқ, көрдіңіз ба? Бұда өкше жоқ. Бұда өкше жоқ. Сол спортшыларға лайықтап, біз енді жаңа айтып өттім, қорамсабы бар, белдігі бар, жеңсесі бар, оқшантайы бар, садақ бар, оқ бар. Яғни бұған енді біз жаңағы аяқ киімді қостық. Садақ атудың құрал жабдықтарына аяқ киімді қостық деген сөз. Аяқ киімді қостық болғанда негізінде білуімізше спортшыларға жалпы осы киетін үстіне тренировка кезінде не болмаса жаңағыдай жалпы осы өзінің күнделікті жаңағы жасап атқан тірлігінде жаңағы шынығуында міндетті түрде ыңғайлы болу керек. Ол бір жалпы осы министрлік тарапынан оларға бір сертифицированный товар болу керек жаңағы киілетін үстіне, және өзінің бір стандарттары бар. Сол киімдердің жалпы үстіне киетін киімдері болсын, жаңағы басына киетін болсын, қолына киетін, аяғына киетін өздерінің бір стандарттары бар. Сол стандарттарға жалпы сәйкес келу керек. Өйткені бұл жерде енді олар денсаулық жақсы көңіл бөледі ғой, жалпы спортшылар өздері тамақтанған кезде де калориймен жаңағыдай саналып, тамағы мүлдем мынандай әр спорттың түрінде өзінше бір ерекше өздерінің жейтін тамақтарына да норматив жазылып қойған. Сол сияқты осы киімге де байланысты. Сол нормативтерге сай келіп сөйтіп соны қарастырып сөйтіп жасадыңыздар ма? Соған қарай жасадық. Жаңа мен айтып отырмын ғой, Түркия елінен барып үйреніп келді деп. Өйткені біздің Түркия елінде былғары өнімі өте қатты дамыған. Балам айтады, Түркия елі өте тығыз орналасқан, кішкентай жерде шоғырланған болса да, ол жерде халықтың 95% деп айтайықшы, 100% болсын жаңағы қол өнерімен айналысады. Яғни әрбір отбасы өндіріспен айналысады деген сөз. Бір кішкентай ғана подвалдың астындағы қоқтай жерден қаншама өнім шығарып жатыр деп балам қызықтап айтып келеді. Ал бізде жер қанша кең, бірақ өндіріс өте кем де кем. Бізде әсіресе ұлттық құндылықта шығып жатқан өндіріс жоқтың қасы деп атаймыз. Сол мақсатта мен балам осы кебіс өнімін Қазақстанға әкелгісі келді. Кебіс өнімін осы Қазақстандағы ер
ер азаматтар болсын, мейлі ол спортшы болсын, спортшы болмасын, таза былғары аяққа жаңа пайдасы бар. Аяқ киімді шығару мақсатында біз осыны қолға алған жайымыз бар. Бүгінгі таңда станоктардың бәрін әкеліп қойдық. Жаңа айттым ғой, 555 мың грантпен бастадым деп. 555 мың грантпен мен жалғыз өзім бастадым. Жалғыз өзім бастап, бертін келе жаңағы өзіңізге айтқандай қазіргі таңда менде 5 жұмысшы бар, істеп жатыр. Аллаға шүкір. Енді мына 5 миллион гранттан кейін біздің станогымыз көбейді. Біздің жаңағы шеберхана шоққан шеберханамызға станоктарымыз сыйыспай жатыр. Енді бізге ол шеберхананы бізге үлкейту керек болып тұр. Одан соң жаңа жұмысы саным, жаңа айтып өттім, 3 айлық курспен бір 15 қыз-келіншекті алып, сол қыз-келіншектермен мен жұмысымды топ құрып бастасам деген ниетім бар негізінде. Енді бізге үлкеюіміз керек. Өте міндетті түрде үлкею керек, өйткені негізінде сіздер бизнестің циклдарына сәйкес келіп жатсыздар да. Қазір любой кәсіпкерлік енді бізде бірінші шағын кәсіпкерліктен бастайды, одан ары қарай орта кәсіпкер болады, және дамый келе ірі кәсіпкерлікке айланады. Сондықтан да сол жолда келе жатсыздар. Өздеріңіз енді сол 5 жылда шағын бизнес ретінде жұмыс істеп келе жатсаңыздар, енді ары қарай орта бизнестің дәрежесіне көтерілуге тілектеспіз. Өйткені солай болу керек. Енді мынау сіздердің жалпы киелі Түркістан жерінде, Түркістан облысында шоғырланып, осындай әдемі өзіміздің қазақи ұлттылығымызды білдіретін сондай жақсы өнім шығарып жатсыз ғой. Түркістанды жалпы тек қана Қазақстан емес, осы түрік мемлекеттерінің барлығы туристік астана ретінде осы 2024 жылды, сонымен қатар рухани астана ретінде барлығы белгілеп болды. Бекерден бекер болған дүние емес, өйткені бұл жерде көптеген рухани байлығымыз бар, мәдени байлығымыз бар деген сияқты. Жалпы басқа шет мемлекеттерде өте қызығып, сөйтіп қазір өзіңіз байқап, осы соңғы 5 жылдың өзінде көп өзгерістер болып жатыр. Түркістан қаласы қайтадан жаңғырып, осындай бір өзінің екінші өмірін осы қолдаумен, мемлекеттің қолдауымен алып жатыр. Инфрақұрылым деген қандай керемет, қазір аз уақыттың ішінде өзіміз байқап тұрмыз. Қанша жаңа ғимараттар, үйлер, қаншама керемет жолдар, қаншама барлық жерде жаңағыдай мынау электросветильниктер қойылып, оның барлығы деген осы қаланың келбеті де қандай әдемі. Бір жағынан, екінші жағынан барлығын бір архитектурада, бір дизайнда соғылған, соның барлығын оймен жасалған тіршілік болып жатыр. Сондықтан да мынау сіздер міндетті түрде енді туризм саласына қай жақтан қарамасаңыздар да туризм саласына тікелей қатыстарыңыз бар. Өйткені туризм саласы бүгінгі таңда 33 неше түрлі салаларды, кәсіпкерлікті өзіне шоғырландырған, бірақ шоғырландырып бүгінгі таңда ол өте үлкен, ауқымды сала. Біздің осы мемлекетте стратегиялық бағдарламаларға байланысты осы саланың бүгінгі таңда осы жалпы өнімге қосқан үлесі, экономикаға қосқан үлесі 2% болса, соны 8%-ға дейін, 10%-ға дейін өсіру керек деген алдымызға үлкен мақсат қойып отырмыз. Соның бірі туристік дестинацияларының ішінде осы Қазақстан бойынша 50 туристік дестинация бар. Соның ішінде топ 10 туристік дестинацияларының ішінде біздің Түркістан қаласы бар. Сондықтан да әрине бұл жерде туризмнің орталығы, туризмнің шоғырланған осындай өзіміздің кәдімгі мәдени, діни, қазақи, осындай ұлттық туризмнің шоғырланған жері осы Түркістан қаласы десек болады. Енді сіздер осы туризм саласымен бүгінгі таңда бір байланыс болып, қазір жұмыс істеп, ірі туроператорлармен жұмыс істеп, не болмаса туризм басқармасымен жұмыс істеп деген сияқты сондай жұмыстар болып жатыр ма? Open Түркістан деген мекеме бар, мәселен осы туризмді дамыту үшін осы аймақта ашылған. Сондай жұмыстар бар ма бүгінгі таңда? Ондай жұмыстарымыз өкінішке орай жоқ әзірге. Бірақтан біздің жаңағы өзіңізге айтып өткендей, әрбір келетін біздің Түркістан қаласына қазір дамыды, көркейді, қанша шетелден келген туристер тамсаны қызығып қарайтын қалаға айналды. Енді туристер көп келетіндіктен біз басында
осы қолөнерді жаңағы өзіңіз айтқандай кәсіпке айландырып осы облысқа танымал бола бастағаннан бастап біз мына керуен сарайынан бір орын алғымыз келді. Оған ары жүгірдік, бері жүгірдік, біз ала алмадық сөзінің ашығы. Өйткені өнердің өзінің басшысы бар, өзінің жаңағы қойған талап ережесі бар, өзінің қойған үлкен сомадағы бағасы бар. Ол біздің қалтамызға сай келмеді сөзінің ашығы. Соныменен біз ол орынды ала алмадық. Әлі де ала алмай келе жатырмыз. Осы Түркістаннан бір орын алып, бір жаңа өзіміздің өнімдерімізді шығарып келген туристерге ұсынатындай мүмкіншілікті әлі таба алмай отырмыз сөзін ашып. Өкінішті. Сол жағынан да біз енді басшылардан біз жаңағы сөз жәрдем болсын, бізге жаңағыдай бір қолдау болса екен деген ниеттеміз, әлде де болса үмітіміз бар. Алатын шығарымыз, әлде де болса облыс орталығына келіп, жаңа сіз айтқан жаңа туристік саласына қатысты жаңағы тірлігімізді жасайтын шығармыз деген әлі үмітіміз бар. Әрине, енді сувенирный негізінде енді сіздер жаңағы сувенир бұйымдарын шығаруға әбден өздері қандай керемет дүние, міне көріп отырмыз. Әрине, міндетті түрде әр шетелден келген сыртқы турист, іштен келген қазақстандық турист болса, басқа өңірлерден, аймақтардан келіп атқан туристердің барлығы міндетті түрде әрине өзінің туған туысқанына, жақындарына бір кішкентай болса да сол болған жердің Түркістанда болдық деген бір кішкентай болса да өзімен сувенир бұйым алып кеткісі келеді. Өкінішке орай біздің бүкіл қазір мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасында тұрғанда, мынау керуен сарайдың ішінде тұрғанда, мәселен басқа мына Арыстанбап бабамыздың кесенесінің де жаңағы жан-жағында тұрған өнімдердің барлығы Қытайдың өнімдері екенін барлығымыз білеміз, ол мәлім, ол ашық. Өкінішке орай әрине өзіміздің міне өздеріңіз сияқты осындай жаңа 50-ден астам шеберлеріміз бар облыста деп жатырсыз. Солардың барлығының басын бір қосып, солардың барлығын жаңағы бір шеберхана мемлекет тарапынан ашылып, сол жерде қолдау жасап, жаңа өзіңіз енді аренда қымбат деп отырсыз ғой, шын мәнінде керуен сарайының арендасы өте қымбат. Енді бұл мәселелердің барлығы мемлекеттің тарапынан бір белгілі үлес жаңағы көмек болу керек міндетті түрде. Өйткені қазір бұның барлығы сіздер үшін жақсы нарық, ары қарай дамып өсуге, өздеріңізге көп мүмкіндік бар. Заттыға сатуға көп мүмкіндік болады да сол болып тұр. Сондықтан да енді туризм саласына міндетті түрде көңіл бөліп, жаңа мен айтар едім, жаңа өзіңіз айтқандай жұмыскерлердің санын көбейткен кезде енді келесі сатысы сол ресми қағаз жазып, үйреніп осындай көмек сұрап мемлекеттен осы жердегі осы туризм саласын қадағалайтын тікелей басқарма бар, мәдениет басқармасы, оның қарамағында кәдімгі осы туризм саласын қолдайтын мамандар отыр, мемлекеттік қызметкерлер отыр. Сондықтан да солардың көмегіне жүгінсеңіз де болады. Ресми түрде хат жазып, осындай көмек сұрап, өйткені шын мәнінде өкінішті болып тұр да. Неге келген туристер, мәселен, сауда-саттықтың ғана бұйымын алып кету керек, осы Қытайдың жасалған бұйымын алып кету керек, ол дұрыс емес қой. Өйткені өзімізде біріншіден сіздерге де көмек, бұл өте үлкен көмек. Екіншіден, алып кеткен туристердің де заттары шын мәнінде ертең күні бірде Қазақстанның өзінің табиғи өнімі, өзіміздің салт дәстүрінің жаңа барлық элементтерін қоса алып келгенде, әсіресе шетелдіктерге, бұл дегеніміз мәңгі бала шағасына да қалатын сондай естелік болып қалады. Сондықтан да бұл өте маңызды. Енді бұл жақсы мәселе көтерілді енді туризмге байланысты. Енді өздеріңіздің жалпы болашақ жоспарларыңыз, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, біз өсеміз, осындай жоспарымыз бар, көркейеміз деген, жаңағы осыдан ары қарай дамимыз деген өте жақсы жоспарлар қойып жатсыздар. Бүгінгі таңда сол жоспарларды іс жүзіне асыру үшін өзіңіздің ең бастапқы кедергі неде болып тұр? Бастапқы кедергі сөзіңіз аузыңызда. Мендегі ең үлкен мақсаттың бірі жаңағы екі үйірмен ашып алғаннан соң әрмен қарай жаңа өзіңізге мен сөз барысында айтып қалдым, ұлттық құндылықтарды балабақшадан бастап
үйрету мәселесі. Яғни балаға үйрете берсең, көрсете білсең, ертең өсе келе жаңа ұялы телефонға телмірмей, өнерге кішкене болса да қызығушылығы, әрі жаңа атадан балаға мирас келіп жатқан қолөнер өлмесін деген ниетпенен мендегі қазіргі ең мақсат мәселенің бірі жаңа қаржыға кеп тіреледі ғой. Осы даму қорына арқылы бір кепілсіз өткенде мен телеарнаға сұхбатқа шақырғанда Атамекен кәсіпкерлік палатасымен 20 миллион теңге дейін кепілсіз. Сол жерде кепілсіз сондай бір сіздерге мүмкіншілік беруге болады екен деп айтып қалыпты. Сол енді соны мен әрмен қарай жаңа даму қорына барып сөйлесіп, сол кепілсіз несие алып, бізге жаңағы залогсыз несие алып жеңілдетілгенменен сол жаңағы балабақшаны бір қолға алсам деген ниеттемін, сөздің ашығы. Бұл енді жаңағы айналып келгенде барлығы қаражатқа кеп тіреледі. Қазіргі таңда біздің өзіміздің жаңағы шығарып жатқан өнімдерімізді сатамыз, біз қайтадан сол сатқан ақшаға қажетті былғарымыз бар, қажетті шикізатымыз бар, және де жұмысшылардың айлығы бар. Қазір сонымен ғана біз шектеліп жатқан жайымыз бар. Осы өнім өндіру негізінде осы кәсіпкерлік саласындағы ең қиын сала өнім өндіру. Өйткені бұл жерде таза табыстың маржа өте төмен болады. Ары кетсе бір 7-8, 10%, 12% ары кетсе. Ал егер сауда-саттыққа келетін болса, ол жерде олар 100%-ға дейін, 120%-ға дейін, 150%-ға дейін өзінің табысын бірде-бір үстіне айландырып сондықтан да әрине көбісі кәсіпкерлердің өнім өндірумен айналысқысы келмейді. Өйткені ол пайдалы емес. Дұрыс па? Пайдалы емес. Уақыт қаншама. Жаңа мен де бір мәселені жаңа сіз қолмен тікті деп түсіндіріп айтып жатсыз ғой. Негізінде сіздердің жұмыскерлеріңіздің және өздеріңіздің кәсіби проблема денсаулыққа байланысты. Мен былай байқап тұрмын, мына қолдардың жаңағы зақым келуі, сондай мәселелер бар ма? Болады ғой, ененің кішкене тиіп кетуі, кішкене қанатып алу, оның арасында кішкене тоқпақтап жатқанда кішкене абайсызда саусақты ұрып алу деген нәрсе ол кездеседі. Ондай кездеседі. Әсіресе бастапқы кезде енді үйреніп жатқан кезде жастар көп не қылатын шығар. Ондай болады, онсыз болмайды. Мынау болмайды екен, вообще мына нелеріміз ауырып қалды, қолдарымыз бейтіп қалды деген сияқты сұрақтар туындайтын шығар. Иә, міндетті түрде. Жаңа айтып өттім, тоқпақтап істейміз мысалға, мынаны сызып алғаннан соң суретке сызып, мынаған бетіне, былғардың бетіне түсіріп алғаннан соң, мына өрнекті 3D қылып шығару үшін тоқпақтаймыз. Өзінің тоқпағы бар, өзінің жаңағы несі бар, темірі бар. Сондай кездерде жаңағы ол былай қарағанда жеңіл, ешқандай болмағанмен бәрібір де мына қолға әсер етеді. Әр кәсіптің өзінің әрине мынау телевидение сияқты, IT сияқты салаларда бізде енді негізгі мәселе ол көзіміз талып бір уақыт келген кезде әшке киіп енді көзіміз көрмей қалатын жағдайлар болады. Енді зрение төмендеп кетеді да, өйткені өзіміздің кәсіби жаңағы біз міндетті түрде бәрін оқуымыз керекпіз, қарауымыз керекпіз деген сияқты байқауымыз керек. Сондықтан да сол сияқты сіздерде де енді өздеріңіздің бір осындай профессиональная болезнь дейді ғой, профессиональный өз бір сондай бар денсаулыққа байланысты. Енді бұл жерде әрине міндетті түрде жаңа мемлекеттің тарапынан өзіңіз айтып отырсыз, Атамекен кәсіпкерлік палатасы, бизнес-жол картасы, 20-20 бағдарламасы, одан оның екінші этапы басталды. Сөйтіп сол жерде шын мәнінде дұрыс айтасыз, даму қоры арқылы осындай кепілсіз несие беру суммасы 20 миллион теңге дейін 8%-бен берілетін несие. Ол дегеніміз шын мәнінде өте жақсы үлкен көмек. Сондықтан да сол мүмкіндікпен пайдаланып, бұл жерде біздің көрермендерге де айтып кететінім негізінде осы мемлекеттің тарапынан соңғы жылдары кәсіпкерлікке қолдау өте жақсы болып жатыр. Оның неше түрлі құралдары бар, көмектесу бағдарламалары бар. Соның барлығын толығымен өздеріңіз жаңағыдай Атамекен арқылы болсын, не болмаса осы интернет сайттарына кіріп, мемлекеттік органдардың сөйтіп сол бағдарламалардың барлығын міндетті түрде әрине оқып, біліп
жүру керек та, сонымен және пайдалану жолдарын білу керек. Атамекен кәсіпкерлер палатасы міндетті түрде өздерінің мамандары бар, соған шоғырланған, соны жасай алатын бизнес жобаларды жасап береді, тегін жаңағы консультация, сол бағдарламалардың жаңағы шарттарын барлығын түсіндіріп айтып береді. Әрине соның барлығы үлкен көмек, сондықтан да сол көмекке жүгініп, сөйтіп міндетті түрде онымен пайдалану керек. Оны пайдалануын жолдарын білу керек. Ол да дұрыс. Сондықтан да әрине бұл жерде біліктілікті арттыру, сол сияқты осындай жаңағы жақсы курстарға барып қатысып, соны біліп деген сияқты, ол да міндетті түрде маңызды жақсы нәрсе. Сондықтан да мынау сонымен қатар көптеген халықаралық деңгейдегі осы кәсіпкерлікке көмектесетін бағдарламалар бар. Оларда мәселен посольстволар арқылы, консульстволар арқылы, не болмаса халықаралық осы қоғамдық ұйымдар арқылы жасалатын көмек. Сіз енді қазір осы жолда әдемі келе жатсыз ғой, соны бірақ ары қарай даму үшін, өсу үшін, кеңею үшін деген сияқты әрине міндетті түрде өкінішке орай біздің қазір заманымыз, уақытымыз сондай болды, барлығы бәрібір келіп қаражатқа тірелетін мәселе. Сондықтан да сол жағынан кішкене бір қолдау болса шығу үшін қолдау міндетті түрде болады, егер сіздер соны дұрыс қағазға салып, сөйтіп сол мәселені түсіндіріп, сөйтіп рәсімге, жаңағы процедураларға байланысты, регламенттерге байланысты дұрыстап жазып жіберсеңіздер, ол міндетті түрде оған жауап аласыздар, көмек аласыздар, қолдау аласыздар. Сондықтан да енді ұлдарыңыздың бүгінгі таңда үйленетін ойы бар ма? Неге сұрап атқаным, бәріміздің жолымыз бір, былай қарап тұрсаң адам баласы, ешкімнен асып кетпейді, секіріп кетпейді, не болмаса мәңгілік өмір сүрмейді бұл дүниеде. Әрине біз әрқайсымыз дұрыс, әр адамның біздің алдымызда 200-500 жыл бұрын өмір сүрген адамдары да осы Алла тағала берген бір 100 жасын жасар. Енді ары қарай әрине міндетті түрде өзіміз қазір орта буыннан кішкене өтіп бара жатқаннан кейін әрине міндетті түрде ұрпақ қалдыру, салихалы ұрпақ тәрбиелеу мәселесі маңызды. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ұлдарыңызды әдемі қылып тәрбиелегенсіз, дұрыс жолға қойғансыз, оларды енді өзінің қазір енді жастар бірақ тез ақша табудың, оңай жолмен ақша табудың мәселесі әрқашанда көкейінде тұрады. Өкінішке орай өйткені интернет заманы болғандықтан, интернеттен, әлеуметтік желіден неше түрлі керемет бір байып атқан суреттерді, картинкаларды, сондай керемет адамдарды көреді. Соған еліктейді ғой. Соған еліктеп, әрине, ол да дұрыс. Енді адам баласы әрқашанда жақсы болған, өзінің жақсы болғанын қалайды, бірақ оның шын мәнінде қандай жолмен табылған, ол шын мәнінде оңай емес, тірлік, бір күндік емес, бір жылдық. Енді әрине бір исключение из правил әрқашанда болады ғой, бір кейбір кезде өзі нәсіп етіп, енді бір пәсте байып кететін де енді адамдар болатын шығар ортамызда, бірақ негізінде ол жалпы мүмкін нәрсе емес. Сондықтан да енді сіз ары қарай балдарыңыз отбасын құрып, немере, шөберенде осы қол өнершілік жолға, шебершілік жолға түскенін қалайсыз ба? Әрине қалаймын. Себебі бұл қол өнер өте бекзат өнер. Біріншіден. Екіншіден бұл жаңа тағы қайталап өтем, қол өнерге жаңағы бар зейініңді, бар махаббатыңды, бар ойыңды салып жасағандықтан адамның ойында біреуге бір жамандық нәрсе ойлау, болмаса біреуге бір жамандық нәрсе, болмаса бір жасау, немесе қызғаныш, реніш деген сияқты сондай бір жаман қасиеттерден адам
таза болады. Бұл қолөнердің бір қасиеті баланы адалдыққа, тазалыққа, тәртіпке бейімдейді. Мен сондықтан да немерелерімнің қолөнерге келгенін шын жүректен қалаймын. Енді өздері болашағы білер. Ал енді сөзіңіз аузыңызда жаңа айтып қалдыңыз, балдарыңыздың үйленетін ойы бар ма деп. Мен қазір шынымды айтайын, 5 жыл болды деп айтайыншы. Кемі 5 жыл болды. Екеуін үйлендіре алмай жүрмін қазір. Жасы қашанда? 30-ға толдым. Мен айтамын да, менің балаларым отырмақты гүл жатып алған деп тұр, осы кадрды маған кесіп беріңдерші, 2 балама көрсетейін. Сөздің ашығы, үйлендіре алмай жүрмін. Олардың ойындағы қыз қарапайым болу керек. Қарапайым қыз керек бізге дейді. Бұл қанша қыз көрсетіп жатырмын ғой мысалға да. Ақыр аяғында қойш құрсын, өздерің табыңдар, өздерің үйленіңдер десем, өздері таппайды. Өйткені қалай табады ол екеуі жаңа шығармашылық жұмыста, екі жақта шығармашылық жұмыста. Сол клиенттің тапсырысын сапалы қылып жаңағы клиентке табыстау, одан қала берсе жаңағы компьютерде отырып жаңағы өздерінің бір авторлық ойларын шығарып жатады, соларды патенттеп аламын деп жүгіріп жүр енді қазір. Сондай шығармашылық жұмыста болғандықтан қызға қарауға да үйленуге де уақыттары болмай жатыр. Енді өмір жүрген жерімде айтып қоямын ғой, жаңағы айтып қалдым ғой, той жүргіземін деп, сондай бір жиындарда айтамын, менің балдарым отырмақты жатып алды екеуі де. Жоқ, енді өмір болғаннан кейін әрине адам баласы негізінде жан-жақты барлық бағыттарында дұрыс уақытылы алып жүре білу керек та. Жаңа өзіңіз айтасыз ғой, бұл өмір деген жалпы адам баласының өмірі дөңгелек қой. Ол 5 қырдан тұрады негізгі, біріншісі ол біздің өзіміздің денсаулығымыз әрине міндетті түрде, екінші ол өзіміздің жаңа отбасымыз, үшіншіден ол жұмысымыз, кәсібіміз, жаңағыдай ақша табатын мәселеді. Үшіншіден біздің ол достарымыз, осы айналамыз күнделікті болып жатқан, және 5-ші қыры ол біздің рухани байлығымыз, ол міндетті түрде. Сонда осының бір жағын алып жүре алмаған жағдайда ертелі кеш не болады? Ол дөңгелек квадратқа айланады. Екі жағын алып жүре маса үш бұрышқа айланады. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Өмірлік жолда дөңгелеп, оңайымен дөңгелеп кете алмайды. Сондықтан да әрине біз тілектеспіз. Биылдан қалдырмайын деп отырмын енді. Керемет ұлдарыңыз үйленіп, жақсы келін, сондай иманды, жаңа өздері қалап отқандай қарапайым, енді қарапайымдықтың да неше түрлі, неше қырлары бар ғой. Сондықтан да өздеріңіздің отбасыларыңызға өз адамыңыздай сіңіп кететін, өстіп ары қарай қолдап алып жүретіндей болсын, тілектеспіз. Енді біздің көрермендер бүгін сізді жан-жақты көрді, осындай әдемі келбетіңізді, өзіңіздің әдемі жан дүниеңізді көрсете білдіңіз бүгінгі біздің эфирде. Қандай өз тарапыңыздан осы біздің көрермендерге, біздің жастарға деген сияқты осы эфирде бір тілек, өсиет, осы өмірді енді көп көріп келе жатсыз ғой. Қиын жағында, жақсы, жаман жағында, енді жан-жақты ол бәрібір адам баласынан көрініп тұрады да, айтқан сөзінен, алдына қойған жоспарларынан, жан-жақты көп нәрсені көріп, біліп, соны төзіп, соны жеңіп келе жатқаныңыз білініп тұр да, енді соған өте ризамыз. Сондықтан да өзіңіз бір ақыл ой біздің көрермендерге осы эфирден айтып кетсеңіз дұрыс болар еді. Рахмет. Мен осы уақытқа дейін айтып қалдым, той саласында жүрдім деп, мен бір байқағаным, мына өзбек халқын ерекше айтқым келеді. Өзбек ол өз-өзіне бек халық екенін дәлелдеп жүреді, қай жерде болмасын да. Біздің осы қазақтың қызын өзбек ұлты құда түсіп алып кетті. Мен сол бір 3-4 сағаттық тойда байқағаным, өзбек ұлты біздің жаңа тойханамызға кіріп келгенде, біздер көбіне құда дегізген, құйрық бауыр жезген деген сияқты құдалар келіп деген бір ән қоямыз ғой. Бір өзбектің әйелінің пысықтығы жүгіріп келіп, бізде балаға өзбекше музыка қойшы деді. Музыкамен өзбекше би деп кірді. Ал отырған кезде әйелдері бөлек, еркектері бөлек отырды.
еркектерін жоғарыға отырғыздырды. Мен бұл жерде екінші байқағаным, бірінші байқағаным өздерінің әуенін қойғызды. Екінші байқағаным бұл жерде ер азаматтарды өздерінен жоғары отырғыздырды. Ал жаңа қоржын ашуға келген кезде құдағимен келіскен, сіз қазақ ұлтының өзінің салтыңыз жасай беріңіз, біз бірақ сіздердің салттарыңыз жасай алмаймыз, өзіміз салтымыз жасап барамыз. Бұл жерде тағы үшінші дәлел өздерінің салттарын мықтап сақтап келгендігі. Ал тілек айтқанда да қазақша бастады, өзбек тілімен аяқтады. Тілінің өзінің жаңағы мықты ұстанымдылығы. Мен шынымды айтайын, қазақтарға айтар едім, өзбек ұлтынан үлгі алыңыздар деп. Осы Түркістан жаңадан ашылып, Түркістан облысы болғалы жатқанда, мен осы кәсіпкерлікке жаңадан баспалдаққа басып кеткен жайым. Бірнеше рет мен осы акиматқа неге келген кездерімде жаңағы жол жөнделіп жатты. Қопарлық, шаң қайтыс, күн ыстық, қазақ жігіттері жұмыс істеп жатыр да. Ал шайханаға, самсаханаға шашлик жеуге барсаңыз, өзбек ұлтының жігіттері, қыздары шаштаразда сондай жерде тұр. Мен соған кішкене бір ішім ашыды, шынымды айтайын, қарным ашыды. Бұл жерде енді жастарға мен салыстырмалы тұрғыда айтқанымда өзбек халқын жоғары қойып, немесе қазақ халқын төмен қойып жатқан жоқпын. Бірақ десек те әр қазақ жалғызым деп жаңа өсетін қазақ болсақ, әр қазаққа аяқтан шалмай, кедергі болмай, көреалмаушылық, қызғаншақтық қасиетті мүлдем алып тастап, мүмкін болса, жаңағы әр қазақ жалғызым деп, әр қазақ қолдау көрсете білсе, қандай сала болмасын, қай жерде болмасын. Мен осыны жастарға осыны мен өсиет етіп айтар едім сөздің ашығында. Мен қазір енді күні кеше ғана бір шырайлы Шымқалада той болды, бір бес тойда. Тілекке шыққан жастардың көбісі орысша араластырып тілек айтып жатты. Бірақтан енді дұрыс та шығар, бірақ десек те Бауыржан Момышұлы Қасбатыр атамыздың айтқаны бар ғой, үш қорқынышым бар деп. Бірінші қорқынышым бесік жырын айта алмаған келіннен қорқам дейді. Екінші қорқынышым салт дәстүрді, ертегіні немеренің бойына сіңірмеген әжеден қорқам. Үшінші қорқынышы өз тілінде сөйлей алмайтын шала қазақ жастардың көбейіп бара жатқанынан қорқам дейді. Бұл осы үш қорқыныштың артында үлкен терең мән мағына жатыр деп ойлаймын. Біздің қазақ болып қалыптасуымызға, біздің қазақ болып елге танылуымызға біздің ең бірінші тіліміз, екінші дініміз, үшінші дәстүріміз деп айтар едім. Осы үш нәрсенің әрбір ата-ана болсын, әрбір жаңа бала болсын, сол кішкентайынан баланың жаңа бойына сіңіріп өсірсе екен деген менде үлкен сондай бір ниет, өтініш айтар едім. Ой, керемет. Баланың жыламағаны, бастың амандығы, шаңырақтың шайқалмағаны, ел іргесінің сөгілмегені басты құндылық. Осы құндылықтан Алла айырмасын деп тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қандай күшті, керемет, рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгін сіздер өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен болғандарыңызға рахмет. Өздеріңіз байқап отқандай, біздің бизнес уақыты бағдарламасында неше түрлі жан-жақты саладан осы кәсіпкерліктің мүмкіншілігін толығымен көрсететін, кәсіпкерліктің шығармашылық жағынан да, басқа жақтарынан болса да, адам баласына толығымен ашылуға мүмкіндік беретін байқап отырсыздар. Және де әрине міндетті түрде кәсіпкерлік қаншалықты қиын болғанмен де, қаншалықты оның өзінің жаңағы жолында кедергілер болғанмен де оңай дүние жоқ. Әр нәрсені бағалай біліп, соны сол жолда еңбектене білсеңіз, әрине міндетті түрде кәсіпкерлікті дөңгелетіп жүргізу керек. Өйткені жалпы шағын орта және ірі кәсіпкерліктің әр мемлекетте дамығаны өте пайдалы, өте маңызды. Өйткені біздің осы мемлекеттік бюджетімізді құрайтын осы салықтары, кәсіпкерлер төлеп жатқан салықтардың арқасында. Сондықтан да міндетті түрде кәсіпкерлікпен айналысу керек. Бұл дегеніміз өте жақсы нәрсе. Бірақ сонымен қатар бүгін өзіміз байқағандай, осылай Алмагүл ханымның өте әдемі, қызықты бүгін сұхбатының арқасында әрине әр кәсіпкерлікпен ақша табу мәселесі ақша табумен, бірақ сонымен қатар өзіміздің ұлттық салт дәстүрлерімізді, өзіміздің ұлттық мәдениетімізді, ұлттық тілімізді
деген сияқты өзіміздің ұлттық қазақ деген ерекшелігімізді ешқашан ұмытпай, соны кәсіпкерлікпен бірге ала жүріп, осы шетел мемлекеттеріне, шет елдеріне мақтанып, соны көрсете ала білуіміз керекпіз. Сондықтан да біздің осы бизнес уақыты бағдарламасымен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.